Баршаңызға сәлем достар. Келе жатқан Наурыз мерекесімен барлықтарыңызды құттықтаймын. Наурыз көже ұлыстың ұлы күні дайындалатын қасиетті ас. Ол үшін 7 түрлі дәм қосамыз. Оның арнайы рецептісі жоқ. Өйткені қыстан барымен шыққан адам қолында бәрін нәр етіп, көжесіне қосады. Ең басты шарт бұлар әр түрлі болуы тиіс. Ең алдымен ыдысымызға суымызды құйып, етімізді жуып, шұжығымызды тесіп қоямыз да отқа қоямыз. Етіміз бір қайнағаннан кейін көбігін алып сорпамызды тазартып қоямыз да отымызды сәл бәсеңдетеміз. Етіміз 2-2,5 сағат пісуі тиіс. Көжеге күріш, тары, арпа, жүгері, құрт, айран қосамыз. Етіміз піскен соң оны түсіріп, тағы да сорпамызды сүзіп алып, ең бірінші арпамызды саламыз. Арпамызды жарты сағаттай пісіреміз. Сол уақыт аралығында етімізді майдалап турап, дайындап қоямыз. Наурыз көженің адам денсаулығына пайдасы мол. Шын ниетмен жасалып, жұртқа тартылған наурыз көженің наурыз көже жасаушыға 7 түрлі пайдасы болады. Біріншісі, ол наурыз көже өзіндік садақа болғандықтан адам алатын сауабы артады. Екіншісі, Алла тағала разы болады. Үшіншісі, бала шағасы аман болады. Төртіншісі, қайғы қасіреттен қорғайды. Бесіншісі, дәулеті көбейеді. Алтыншысы, туыстармен қарым-қатынасы жақсарады. Жетіншісі, отбасының береке бірлігі артады. 7 қасиетті сан болғандықтан көжеге 7 түрлі өнім қосып дайындаймыз. Енді арпамыз піскен соң, күрішімізді және тарымызды қосып 15 минуттай тағы да пісіреміз. Өйткені күріш пен тары өте тез пісетіні бәрімізге мәлім. Наурыз көжеміз дайын болғаннан соң, оны бөлек ыдысымызға құйып, дайын консервіленген жүгеріні қостым. Содан соң 3 ас қасық құрт қосып, 1 стақан айранды құйып, жақсылап араластырып, ыдысымызға құйып, қонақтарымызға ұсынамыз. Дәмі өте керемет құнарлы болып шықты. Егер де сіз бұрын дайындамаған болсаңыз, осы рецепт бойынша дайындап көріңіз, бірден шығады. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамы құтты болсын. Наурыз әр шаңыраққа береке, байлық алып келсін. Егер де осы рецепт ұнаса, каналыма жазылмаған болсаңыздар, жазылып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Қош сау болыңыздар. Ас болсын.